Бетіңізде сепкіл болса, әдетте желдің, күн сәулесінің әсерінен дененің ашық жеріне, көбінесе бетке сепкіл түседі. Ол негізінен көктемде пайда болып, бүкіл жаз бойы кетпей қояды. Содан күзде бозарып, қыс айларында жоғалып кетеді. Секпіл барлық жастағы кісілерде кездеседі. 20-25 жасқа дейін секпілдер көбейіп, кейбіреуі даққа айнала бастайды. Сепкілдің түсі және оның мөлшері күн көзінде көп болуға тікелей байланысты. Ең дұрыс ем күн көзінен сақтану. Әсіресе көктемде күн сәулесінің әсерінен бетке, дененің ашық жеріне сепкіл түседі. Сепкіл кішкентай балаларда да болады. Оның есейе келе кетіп қалуы да мүмкін. Әйелдер арасында жатырға суық тигенде не ішкі секреция бездері бұзылғанда бетке сепкіл түседі. Бауыр ауыратындарда да кейде сепкіл пайда болады. Күн көзінен жақсы сақтайтын зат крем мен мазь. Оларды арнайы дүкеннен сатып алуға болады. Бетіңізге сепкіл аз ғана түссе, немесе жүзіңіз боп-боз болса, онда бетті пияз шырынымен таңертең және кешке сүртсеңіз жетеді. Әйтпесе лимон шырынымен сүртсе де болады. Сонымен қатар сепкілге қарсы қолданылатын халық емі де бар. Ол бетті ашыған сүтпен жуу. Сепкілді ағартудың тағы бір тәсілі құлпынай, қарақат, қияр шырынымен сүрту. Айран, сондай-ақ қаймаққа хрен мен лимонды бірдей мөлшерде қосып, араластырып жаққан да өте пайдалы.